Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал қалай жасалынады? Қатар тұрған екі дыбыстың біріншісі екіншісіне әсер етуі. Яғни стрелка алдыға қарай ұмтылады. Сөз ішінде кездесетін ілгерінді ықпал. Үш құшсың, яғни ұш, қыш, мына жердегі с, мына жерде шың. Яғни шыға әсер етіп тұр. Сөз сары құм, сары ғұм. Яғни қының ғаға өзгеріп кетіп тұруы. Ал сөз аралығындағы ілгерінді ықпал: жазып бер, жазып берді пер. Яғни әсер етіп тұр. Ақ балық, ақ балық. Яғни мына жердегі б-ның п-ға өзгеруі.